Бірде татар ғалымына телефон шалған едім. Ол телефонды ашты да, ар жағы у-шу болып жатыр екен. Қалай жағдайыңыз деп жағдай сұраса бастағанда, кешіріңіз, қазір мен Кебітте едім. Шыққан соң хабарласам деді. Біраздан соң қайта хабарласты. Кешіріңіз, сізге мен дұрыс түсіндіре алмаппын, яғни магазинде едім деп, кейін Кебіт деген сөздің мағынасын түсіндіре бастады. Сол кезде мен тұра тұрыңыз, сіз не дедіңіз? Кебіт дедіңіз ба? Ол не деген мағына білдіреді деп қайта қазбалап сұрай бастадым. Мүмкін сіз түсінбейтін шығарсыз. Бұл біздің тіліміздегі сөз, яғни магазин деген сөз ғой, қазіргі дүкен деген сөз ғой, қазақша айтқанда. Солай деді. Сол кезде менің көз алдыма Қарахан дәуірінің ескерткіші, сол дәуірдің мәдениеті көз алдыма елестеді. Неге? Құтадығы білікте кебіт деген сөз қолданылады. Ол көне түркі тілінде, яғни дүкен деген мағынаны білдіреді. Дүкен дегеніміз яғни арабтың сөзі ғой. Біздің сол дәуірдің өзінде қала мәдениеті, дүкен ұстау, дүкенде зат сату деген сияқты бізде сондай мәдениет болғандығы кітаптан оқыған кезде есімде қалып еді. Әлгі татар ғалымы Кебіттемін деген кезде сол есіме түсті. Демек, Құтадығы біліктегі кейбір сөздер түрік халықтарының бірінде сақталса, бірінде сақталмаған деген сияқты әр тілдерде жүр. Біз түркі тілдерін таныған сайын, білген сайын Құтадығы біліктегі сөздердің, болмаса көне дәуірдегі тіліміздің әр халықта әлі де қолданыста екенін көріп отырмыз.